Кайырлы күн, құрметті оқырмандар. Марфуға Айтқожинаның 85 жылдығына орай жыр бәйтерегі атты поэзиялық кешін назарларыңызға ұсынамыз. Марфуға Айтқожина 1936 жылы 25 тамызда Қытай Халық Республикасының Шыңжаң өлкесінде Құлжа қаласында дүниеге келген. 1956 жылы Құлжа әйелдер педагогикалық гимназиясын бітіріп, содан кейін осында оқытушы болып жұмыс істеді. Ал 1958 жылы отбасымен бірге КСРО-ға көшіп келді. 1965 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін, ал 1971 жылы Мәскеудегі жоғары әдебиет курстарын бітірді. 1961 жылы 1969 жылға дейін Қазақ әдебиет, Қазақстан мұғалімі газеттерінде қызмет етті. Қазақтың ақын қызы шет жақта өмірге келгенімен, Қазақстан оның ата жұрты. Атасы Айтқожа суырып салма ақын, топ жарған шешен. 14 жасынан билік айтқан би болған. Кейін қажыға да барған. Тіпті оны құрметтеген халық қапал арасында Айтқожа арасы, Айтқожа жайлауы деп атап кеткен. Қазақтың ақын қызының түр сипаты да атасыға тартқан көрінеді. Ол ұзын бойлы, өңі ақ, сақал шашы күмістей ағарған, көзі сәл көгертілді кісі болған. Ақын өзінің қайран талқы тауларай биік неткен деген өлеңінде айтып өткендей, Марфуға апайымыз аспан тауы қазақтың тәңір тауының етегінде өскен. Марфуға ақынның балалық шағы, табиғаты сұлу, талқы тауы, сайран көлі, Иле өзенінің арындап ағып жатқан Құлжа қаласында. 1968 жылы Марфуға ақынның кітабы жарық көріп, ақын анамыз Мәскеуде жазушылар одағына қабылданған кезде жанама атып Аққозы көзетті. Туған елім, күн сүйген Қазақстан. Түлегіңмін төріңді қалап ұшқан, жүрегім сырлы қобыз күй толғайтын, соғыпты саған арнап Қазақстан. Дауылын көргенім жоқ ескі өмірдің, жібек желі алдымнан есті өңірдің, зар заман жаспен бауып жаншып өткен кешегі қазақ қызын ескердік. Бүгін мен еркелеймін, шалықтаймын. Көңілім қос қиянға шарықтаймын, маңдайымнан сипаған заманымда. Тіпті де қамықпаймын, қарықпаймын. Ақ жаным алаңдамас сырға бөтен, отаным бір өзіңді жырлап өтем. Туған ел, анам өзің аялаған, қырмызы гүлдеріңді құндақ етем, деп жырлайды Марфуға Айтқожина.